Аз сөйлегеннің ақылы тоғысады, 10 күнәнің 9-ы тілден деген екен қазақ. Осы даналықты көкейіне түйген бала патшаның баласы болады. Осы даналықтан кейін ол бала сөйлеуден қалады. Яғни тұйықталып қалады. Сонда патша нөкерлеріне айтады, менің баламды жаңағы көңілін көтеріңдер, менің балам сөйлесін, сөйлеуден қалды мына бала деп. Содан бір күні аңға алып шығады. Аңға алып шығып келе жатады, ешқандай да көңілі көтерілмейді баланың, бала мүлде сөйлемейді. Сонымен кеш бата бастағанында жаңағы бір құс қарқ етіп жаңағы ән салып қалған уағында патша оны атып алады. Сонда бала айтады, мына байқұс құсқа да сөйлеу пайда бермеді ау дегенінде патша айғай салады, сен сөйлейді екенсің ғой, осы уақытқа дейін бізді ақымақ санап жүрдің бе деп бетінен салып қалады. Сонда бала айтады, мен де үндемегенімде таяқ жемес едім деп қайта үндемейді. Шын мәнісінде сөйлемеген көп дүниеден бізді құтқарады әрине. Бірақ дер кезінде сөйлеу бұл біздің өзіміздің өмірдегі орнымызды қоя біледі. Қазіргі таңда көбінесе шекара деп жатамыз. Шекара деп көп психологтардың айтқанына сенетін болсақ, өзіміздің шекарамызды қойып, сөйлеуден қалмауға тырысу керек әрине. Міндетті түрде мына ақпаратпен бөлісе жүріңіздер.